Сәлем қыздар, бүгін үйде ауызашар береміз. Соны басынан аяқ үлгергенімізше видеоға түсіріп, каналыма салатын боламын. Алдымен бір күн бұрын осылай сервировкасын барлығын дайындап жасап қойдық. Ыдыстардың барлығын тазалап дайындап қойдық. Одан кейін қасық вилкалардың барлығын қойдық және дәндерді жуып, кептіріп, барлығын ыдысқа салып, дайындап, бетін жауып қойдық. Алдын ала жасап қойсаңыз, осылай көп уақытыңызды алмайды, барлығына да уақытында үлгеретін боласыз. Және осындай тірі әдемі гүлдер алғыздым. Иісі өте әдемі болып тұр. Алдымен балық қуудан бастаймыз. Сазан балық. Сазан ең дәмді балық болғандықтан осы сазан балықты алғыздым. Жақсылап жуып, тұзын сеуіп қойып қоямыз. 1 сағаттан кейін осылай алып аламыз да бетіне аздап қана ұнды сеуіп, қызып тұрған майға далаға қуырып аламыз. Әрине үйге қуырсаңыздар да болады. Үлкен даладағы қазанға осылай қуырып алдым. Дәмі өте керемет болып шықты. Достар, видеоны аяғына дейін қараңыздар. Өте қызықты кадрлар жасадық. Мінекей балығымыз осылай қуырылып жатыр. Сыртының барлығы қытырлаған, іші толық піскен, өте дәмді біздің сазан балығымыз қуырылып жатыр. Достар, осылай ұнға негізі кукурузный крахмалды араластырып қосып қуырсаңыздар да өте сырты хрустящий әдемі болады екен. Бір салайын, анам бір салайын. Нашкан ұзын қыпта түсіші. Сторисқа салайын. Нені? Ұзын қыпта. Мына жерде бізде цезарь салаттың наны пісіп жатыр. Мен далада балық қуырып жатқанда қыздар үйде салат турап жатты. Мясной салат жасадық, сосын бір ащы салат жасадық, баклажан қосылған, цезарь жасадық. Қазір оның барлығын дастарханда дайын болғанда көрсететін боламыз. Ассортиға креветке қосып қуырады. Және мынандай роллы дайындап жатыр, баклажан және кабачокпен.
Мен далада қуырдағымды дайындап бастайтын боламын. Жас қойдың етінен осындай қуырдақ дайындаймын. Алдымен қызып тұрған майға пиязымызды жақсылап қуырып аламыз. Енді сыртқа шықсаң, пияздың иісі қуырған өте күшті болып шығып тұр. Иісі деген бүкіл даланы алып тұр есіктің алдында. Осылай жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін етті салып, жақсылап қуырамыз. Енді достар, үлгергенімізше ғана түсірдік. Барлық жаңағы дайындалған тағамдарды түсіріп үлгермедік. Видеоны аяғына дейін қараңыздар. Солай бар, солай түсірдік. Бағалап кетіңіздер. Ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар. Осылайша қойдың еті қуырылып жатыр. Қуырдағымыз күшті болып қуырылып жатыр. Жақсылап қуырып, тұзын салып болғаннан кейін жұмсарғасын еті осылай картошка, сәбізін, болгарский перецті салып бұқтыратын боламыз. Мінекей біздің дастарханымыз почти дайын болып қалды. Осындай ассорти дайындадық. Балық тауықтан және ортасында кабачок пен баклажаннан роллы. И үстінде соусы бар. Одан кейін мясной салат. Одан кейін ақбалық, қызыл балықтан және креветкидан осындай ассорти. Одан кейін осындай ащы салат, баклажан қосылған. Осындай тәттілерден ассорти. Осындай выпечкалар, бауырсақ. Одан кейін цезарь салатымыз. Мына гүлдің иісі өте керемет болып шығып тұр. Неге ассортиіміз моцарелла, клубникадан және өте керемет соустан, рукколадан дайындалған салатымыз. Неге біздің цезарь салатымыз өте дәмді болып шықты. Әне тағамнан кейін тары чизкекпен шай беретін боламын. Оның да видеосын қазір салатын боламын. Осылайша керемет дастарханмен ауызашар жасадық. Мына жерде фруктовая нарезкамыз дайын болды. Әртүрлі жемістерді турап, осылай нарезка жасап қойдық. Достар, дайындаған столымыз ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыз. Екеуін бір видео қыласың, бөліп аласың ортасын. Иә. Барлығымыздың да ұстаған оразамыз қабыл болсын, ниетіміз қабыл болсын. Мінекей біздің тары чизкегіміз. Қазір осымен шай ішетін боламыз. Өте нежный начинкасы, талқанды ауызда ерейтіндей өте дәмді чизкек болып шықты. Мінекей қуырдағымыз дайын болды. Осылайша астауға салып апардық. Еті деген езіліп, сүйегінен ажырап тұр екен. Өте дәмді болып шықты. Және екінші тағамға бізде шашлык болған, бірақ мен шашлыкты түсіруге мүлдем қолым тимеді. Барлық түсірген видеоларымыз осы. Қарағандарыңызға рахмет. Неге анаған біреу